Сәлем қыздар, Әсәлем арнасына қош келдіңіздер. Барлығыңызды бүгінгі көктемнің алғашқы күні 1 наурыз алғыс айту күнімен құттықтаймын. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Менің арнама жазылып және рецепттерімді қарап жүргендеріңіз үшін сіздерге мыңда бір рахмет. Салатымызға қажетті заттар: асылған қызылша, қақталған шұжық, 2 қызанақ, жұмыртқа асылған, сәбіз және қияр керек болады. Картошка фри және горох қажет болады. Барлық заттарымызды жіңішке ұзыншақ, яғни соломка етіп турап аламыз. Бұл аталған заттардан 2 тарелка салат шығады. Жасалуы сондай жеңіл, әрі көп уақытты алмайды. Түрі де әдемі және дәмі керемет қыздар. Алда келе жатқан 8 наурызға әзірлесеңіздер болады. Сондай дәмді салат. Сәбізімізді де соломка етіп тураймыз. Қызанақ, айтпақшы қыздар, айтып өтейін, бұл рецепті менің өте әдемі, өзі пысық, сондай өзімнің абысыным бар, аты Толғанай деген қыз. Сол абысынның берген рецептісі бойынша видеоны түсірдім сіздерге. Салат сондай өзіме ұнады, дәмі дәмді. Салаттың түрі де сондай түрлі түсті, столыңызда сәнді болып тұрады. Сондықтан міндетті түрде 8 наурызға дайындаңыздар деп кеңес беремін. Мен бірінші осындай ұзыншақ, яғни овальный тарелка, 4 бұрышты десек болады. Осы тарелкаға жасап көрдім. Осылай орналастырып шығамыз. Горохымызды саламыз. Асылған сәбіз. Бұл жерде асылатын заттар жаңа қызылшамыз, сәбіз және жұмыртқа. Ал картошканы жеке қуырып аласыздар. Фри дайындауды білесіздер деп ойлаймын. Салатқа арнап қызанағымызды орналастырамыз. Жұмыртқа. Енді майонезімізді осылай әдемілеп арасына құйып шығамыз. Немесе бетіне сетка қып жасасаңыздар да болады, өз фантазияңызбен әсемдеп. Осылай дайындап болдық 1 тарелкамызға. 2 мен дөңгелек немесе 4 бұрышты тарелкаға осылай да қойсаңыздар болады, ортасына майонезді салып. Жасалу сондай жеңіл, әрі столда әдемі тұрады. Қайсы тарелкаға орналастырғаным сіздерге ұнады, міндетті түрде пікірге өз пікіріңізді жаза кетіңіздер. Күтемін қыздар.